Сәлем достар, біз бүгін Құмкөл желілік пайдалану учаскесінде тұрмыз. Мұнда Кеңкияқ Құмкөл құбырына қызмет көрсетеді. Қазір біз құбыр бойына жолға шығамыз. Ол жерде жұмысшы мамандықтармен жақын танысып, олардың кәсібінің қыр-сырын білетін боламыз. Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылатын учаскеде еңбектенетін мұнай құбыршылар климаттық келеңсіздіктерге қарамастан бір сәтте де жұмыстарын тоқтатқан емес. Қарлы қыс, аптап жазды қытымыр климат кедергі келтіре алмайды. Оларға компания тарапынан жайлы жұмыс пен қауіпсіз еңбек үшін барлық жағдайлар жасалған. Біздің құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерінің штаттық саны 69 адам. Біздің жұмысымыздың вахталық әдіс бір вахтада 34 адам, екінші вахтада 35 адам. Біздің қызметкерлер, жұмыскерлер бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған. Осы жерге 15 күнге жұмысқа келеді. Жиналатын жеріміз вахтаға келер кезде Қызылорда қаласы және Жезқазған қаласы. Ол жерге біздің вахталық автобусымыз апарып, алып келеді жұмыскерлерімізді. Желілік пайдалану учаскесі құбыр бойындағы 6 желілік ысырма мен тазалау құрылғыларын қабылдап жіберу тораптарына қызмет көрсетеді. Біздің түсіру тобы да осындай жұмысқа қатысты. Желілік құбыршы Жандос Күзеубаевтың еңбек өтілі 28 жыл. Ол өз өмірін вахталық еңбекке арнаған мұнай құбыршылардың бірі. Өндірістік нысандағы барлық қондырғылар мен құрал жабдықтардың жай-күйі назарынан тыс қалған емес. 2015-тен бастап негізі 97-де тұрғам осы Қазтрансойлға. Бірақ 2016-дан бастап осы вахталық жұмыста істеймін. Бүкілі жақсы, киім, кешек, жататын орын, тамақ бүкілі мені қанағаттандырады. Мен өзім жұмысымда осының несібесімен бала шағамызды асырап отырып қоймын. Ал Олжас Сәветханов вахталық әдіспен еңбектенгеніне 3 жыл. Жас маман мұнай айдау процесі қатты қызықтыратынын және 15 күндік ауысым өмірі жанкештілікті қажет ететінін айтады. Вахты маған өзіме ұнайды. Вахтыда үйде болған кезде үйдешілер айтады жалпы. Вахтыға бар, үйдегілер қарсы емес. Өзім енді вахтыда коллективті, қатынасым бәрі жақсы. Өзім үйрендім ауырайына. 2 жылда жұмыс істегеннен. Осы уақытымызда жұмыстан кейін біз настольный теннис ойнаймыз, тренажерный залға барып, дене шынықтырамыз. Арасында жалпы не болып тұрады, настольный теннистен жарыстар жасаймыз, өзіміз арамызда ұйымдастырып. Біздің түсіру тобы мұнай құбыршылармен бірге ысырма торабына да келіп жетті. Қай учаскедегі болмасын жұмыста бірінші кезекте еңбек қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінеді. Жауапкершіліктен жалтаруға және бекітілген қағидаларды елемеуге жол жоқ. Бүгінгі жұмыс та нұсқаулықтан басталды. Аға, мынау біздің Кеңкияқ Құмкөл құбыры ғой деймін? Иә, бұл магистральды мұнай құбыры Батыс операторлық қызмет көрсету басқармасының Кеңкияқ бас мұнай айдау станциясынан басталады. Басы соңы Құмкөл бас мұнай айдау станциясынан аяқталады. Жалпы ұзындығы 794,260 шақырымға созылған. Енді бұл мұнай құбырының бойында біздің Құмкөл желілік пайдалану учаскесіне тиісті шақырымдық 602-ші шақырымнан басталып, жаңағы соңы 794,260 шақырымда бітеді. Оның құрамына бізде жаңағы 263,236 километрде нөмірі 4-ші тазалау құрылғысын қабылдау жіберу торабы, одан кейін 26, 27, 28, 29, 30, 31 желілік кран тораптары мынау ұқсаған. Одан кейін жаңағы ГНПС бас мұнай айдау станциясы Құмкөлде орналасқан нөмір 5-ші тазалау құрылғысын қабылдау торабынан тұрады. Ал мына тораптың сонда қызметі қандай бізде? Әр 30 шақырым бойынша осындай желілік кран тораптарында ысырмалар қойылған. Енді орысша біз задвижка дейміз ғой, шаровый кран дейміз. Сол шарлы ысырмалар қойылған. Ол жаңағы авариялық жағдай уақытында тез әрекет ету үшін қолданылады. Бұл жерде мысалға трансформатор орналасқан, блок-бокс орналасқан, сосын ысырма, основной ысырма орналасқан, сосын 2 вантуздық ысырма орналасқан. Енді ішке кіріп жақынырақ көрсек. Жақсы, жүріңіз. Бұл жерде әр мамандықтың өзіндік маңызы бар.
Мында жұмысшылар мұнай құбырын тексеріп, қажет болса жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Электромонтерлар электр жабдықтарының жұмысын бақыласа, слесарьлар автоматтандыру жүйесін реттейді. Біз осы мамандықтармен танысып, олардың жұмысын тереңірек білеміз. Мұрат Айтбекұлы, желілік құбыршы болып, көптен бері жұмыс істеп келе жатсыз ба? Иә, 1992 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмық. Енді осы желілік құбыршылық маманы жалпы сізге қалай? Жеңіл ма, қиын ба? Енді біраз жыл болды істегенімізге. Қиыншылық та болды, оңай жұмыстар да болды. Енді бұрын кілт саймандар ескі тұғын, қазір бәрі обеспечение жақсы, кілтті бәрі, сайманның бәрі жақсы. Ең маңыздысы қауіпсіз жұмыс істеу. Мұрат Абілдаев 37 жылын магистральдық мұнай құбыры бойындағы еңбекке арнаса, Василий Биков тіс қаққан маман. Ол инженерлік лауазымынан бас тартып, жұмысшы мамандығын таңдағандарының бірі. Өзіме дала жағдайында жұмыс істеу ұнайды. Бұл қосымша білім мен үлкен тәжірибе, дейді әріптесіміз. Среди работников есть специалисты по ремонту электрооборудования. Василий Биков – специалист с большим стажем. Расскажите про вашу специальность поподробнее. Мы обслуживаем электрооборудование. В данном случае у нас КТП, которое подает бесперебойную электроэнергию в блокбоксы. Также мы осуществляем электрохимзащиту трубопровода, чтобы труба как можно дольше прослужила нам в транспортировке нефти без ремонта. Данное оборудование электрохимзащита трубопровода нужно для того, чтобы анод, скажем так, своими словами объясню, разрушался, а трубопровод у нас был под защитой. Учаске мамандарының тікелей міндеттерінің бірі коммерциялық мұнай есептеу торабының қызметін қамтамасыз ету. Бұл жерде қабылданған және сыртқа шыққан мұнайдың мөлшеріне есеп жүргізіледі. Құрылымда Құмкөл мұнай есептеу коммерциялық торабы бар. Ол торапта да біз қызметін жасаймыз. Ондағы механик технологиялық құралдар мен құрылымдарды қызметін көрсетеміз. Біздің желілік бөлік 192 шақырымнан тұрады. Ұзындығы. Енді автоматтандырылған жүйелермен жұмыс істейтін слесарьлармен танысайық. Ғабдолла Әбілхан оның жұмысы өте маңызды. Ол бізде автоматтандырудың ерекшеліктері жайлы айтып береді. Ғабдул, қазір қандай жұмыспен айналысып жатсыз? Бұл мұнайды есептейтін құрылғы, яғни электронный. Бұл жерден күнделікті өтіп жатқан мұнайдың қанша тонна өтіп жатқанын, қанша өзінің қасына қанша тонна өтіп жатқанын бәрін есептеп береді. Бұдан басқа бізде көптеген құрылғылар көп. Манометр, мысалы термометр. Олар әрқайсының өздерінің нелері бар, атқаратын қызметтері бар. Олар кішігірім бұзылған жағдайда болсын, кішкентай болмаш нәрсеге осы көрсетпей қалуы мүмкін. Солардың қызметін бәріміз біз не қыламыз, жөндеп отырамыз яғни. Еңбек демалысты қажет етеді. Құмкөл желілік пайдалану учаскесінің жұмысшыларына спортпен шұғылданып, күш-қуат жинауға барлық жағдай жасалған. Қазір біз тренажер залы мен жұмысшылардың тұрмыстық бөлмесіне барамыз. Екі вақталық әдіспен еңбектенетіндер үшін үйдегідей тұрмыстық жағдайлар жасалған. Бұл мұнай құбыршылардың алаңсыз міндеттерін атқаруға үлкен алғышарт болып табылады. Біз де жатақханадағы ахуалды өз көзімізбен көрдік. Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай? Демалып жатсыздар ма? Ассалаумалейкум, келіңіздер, төндетіңіздер. Біз мына жұмыстан кейін өзі демалып жататын. Ал енді аға, жалпы тұрмыстық жағдайларыңыз қалай болып жатыр? Тұрмыстық жағдайларымыз жақсы, өздеріңіз көріп отырғандай, комнатамыз бар, төсегіміз ақ төсек бар, күллі жағдай бар, телевизорымыз бар, Wi-Fi бар, интернет бәрі істеп тұр. Одан артық не керек енді? Бәрі бар бізде. Тамақ жағына келсек, тамақ күнде 3 мезгіл, таңертең, түсте, кешке тамақ беріледі. Оның арасында бізге витаминдер беріледі. Енді жалпы 15 күн үйдесіздер, 15 күн жұмыс істеп жатсыздар. Осы 15 күн вақтыда болған кезде үйден алыстасыздар. Үйреніп қалдыңыздар ма? Жалпы қалай әсеріңіз? 15 күнге үйреніп қалдық. Әйел бала шағымен хабарласып тұрамыз.
Wi-Fi бар, видеозвонокпен сөйлесіп. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңыз жемісті болсын онда. Сау болыңыздар. Бүгін біз Құмкөл желілік пайдалану учаскесіндегі мамандардың жұмысына куә болдық. Бұл жерде ең бастысы қауіпсіздік, жауапкершілік және команда болып жұмыс істеу. Әр жұмысшы өз міндетін білсе, мұнай тасымалының үздіксіздігі қамтамасыз етіледі. Біздің бүгінгі сапарымыз осымен аяқталды. Келесі вақтада кездескенше. Тағы бір күн бізге мүмкіндік, 24 сағат жасайтын тіршілік, берілген уақыт бес қолшылық, дүниенің буына кетпе тұншығып. Тағы бір